Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Бүгін міне STEM-Hub KZ деп атаумен Алмас Саматұлының құрған веб-сайтын көріп, сіздермен де бөліспекшімін. Тамаша веб-сайт екен. Басты бетімне не мақсатта құрғандығын бәрі ақпарат жазылып тұр екен. Арман қарай. Енді бұл жерден басты бет біз туралы байланыс деп бөлек-бөлек жазылып тұр. Әдістеме қазір бөлек-бөлек беттеріне көшетін боламыз. Бірінші мысалы STEM оқу дегенге өтіп көремін. Мына жерде қарасаңыздар, мысалы қазақ үй дейді. Неше қазақ үй керек? Осы жерге жазады екен мысалы. Мысалға 13 қазақ үй керек дейді. Жолдар жасау экранға шығару дейді. Жолдар жасау десем, міне мынандай қылып шығарып берді маған. Ал экранға шығару десем, мынандай қылып күйзелерді шығарып береді екен. Әр күйзелерді шертсек, оқушылар әр күйзелерді таңдау арқылы топқа бөлініп отыра алады екен. Қарап отырсаңыздар, мына күйде барлық күйзелерден топ атауы шығады. Одан бөлек, егер сізге оқушыларды топқа бөлсеңіз болады дейді. Оқушы бала санын енгіземін. 13 бала дейін. Топ құру. 2 топ құру дейін. Енді қарап көрейін. Жаңағы 3 топтың не шығып отыр, міне. Енді менде 2 топ бойынша жасап берді. Бірінші топ, екінші топ болып қана. Көрдіңіздер ме? Одан бөлек бағдаршам әдісі де бар екен бұл жерде. Тағы да мен 13 балаға деймін бағдаршам құру. Міне. Қозғалтылмайды, осы жерден ғана 13 бала бағдаршамды қолдана алады екен. Бағдаршам 2 түспен берілген екен бірақ бұл жерде. Міне. Осындай бір тамаша платформа бар екен. Одан бөлек енді келесі бөлімдеріне өтсем, басты бет міне осы, міне біз туралы дейді. Яғни бір мақсаты барлығы жазылып тұр екен. Байланыс дейді. Байланыстың ішінде мына жерден де біз салып қойыпты. Instagram, TikTok, YouTube-ты. Енді келесі курс. Қандай курс бар екендігінде Python бағдарлама тіліне арналған дейді. Arduino дейді. 3D принтинг дейді. Енді тағы да келесі бетіне өтеміз. Тез оқу әдістеме дейді. Тез оқудың ішінде не бар екен? Оқу жылдамдығын жетілдіру дейді. Сөздерді осында енгізу, әрқайсысын жаңа жылға жазыңыз дейді. Мына жерге мен сөз жазатын болып тұрмын. Қазір сөз жазып, бірге тексеріп көретін боламыз. Өсе, осылай сөздер жазып көрейік. Енді көрейік бастау. Не орындалады екен? Түс өзгерту дейді. Әрқайсы түспен шығады сөздерді. Кішірейту. Үлкейту. Тоқтату. Тағы қазір қандай мүмкіндік? Келесі әдістеме. Осы әдістеменің ішінен көрген болатын. Мен жаңағы ойындар көріп, әдістеменің ішінде не? Қараңыздар, сабақтағы ойын дейді. Офлайн, онлайн, анимейшн, жасанды интеллект дейді. Көрейік. Сабақтағы ойын, онлайн және анимейшн толық көру дейді. Толық көруді басып, толық көріп шығатын боламыз. Офлайн дейді. Офлайнның ішінде міне мандай жасырын сурет. Осы офлайнның ішінен мынаны алсақ, мен мынаны көшіріп көрдім өзіме. PowerPoint болып жүктеледі екен. Қазір сіздердің көздеріңізше мына геймификацияны көшіріп көремін. Бұл да PowerPoint алынады екен. Жүктеу дейді. Жүктеп көремін. Бұл міне интернетсіз ақ жүктеп алып, сабақта қолдануға болатын
ойынның форматын PowerPoint-қа салып қойған, жаңа менің көрген бірінші жүктеп алған жұмысымда. Қазір сіздермен бірге математика дегенін көретін боламын. Қазір. Міне. Иә. Яғни мына нелерді сілтеме ашылмайтын сияқты, бірақ тек сілтеме жазылып тұр. Енді мен жаңағы бір немді көремін. Жүктеп алған, алдыңғы жүктеп алған нәрсем. Бұның қазір қалай болып орнатылып тұрғанын сіздерге көрсететін боламын. Мына жерде менде мына сөздің бәрі мына жерде команда сөздер ауыстырылады. Аха. Енді бұны ары қарай қалай болып тұрған көрсетемін қазір сіздерге. Міне, бірінші команда, екінші команда деп жазылып тұр мына жерде, не? Сосын простая игра дейді. Міне. Мынау басылмайды, старт басылады екен төменгі жағындағы. Мына жерге сұрақ дейді, астында варианттар дейді, мындай неде беріліп тұр. Міне. Бұлай таңдалып тұр. Табло десе кері қарай қайтып тұр. Мына жерде мысалы ұпайын бере алып тұрмыз. Неше шертсек сонша ұпай қойылып тұр. Простая двойная игра дейді. Осылай қылып, бұны PowerPoint-та жасап қойған. Өз нұсқамызда ауыстырып қолдануға болатын вариант. Келесі. Енді онлайнның ішін көрсетемін. Онлайнның ішінде бізде нелерге сілтеме қойылған екен, платформаларға. Қақотқа, Лераңапқа, Wordfall-ға, Joytic, Quizizке, Flippityге, Padletке, яғни сол сайтқа өтеді. Қазір мен біреуіне өтіп көремін. Мысалы сайтқа өту дейді. Міне, аттама түрі сол сайтқа өтіп, сол сайтта арман қарай өзім жұмысымды тіркеліп жұмыс жасап көруіме болады екен. Міне, осындай. Тек мына жерден қазір бірден бастапқы бетке өту үшін бәрінен қайту керек сияқты. Міне, басты беті міне осы күйде. Наурызға байланысты жаңағы бір басты бет деп бассақ, киіз үйге байланысты топқа бөліп қолдануымызға болады екен. Экранға шығару деп киіз үйімізбен қолдануға болады екен. Құрастырған автордың жұмысы өте керемет. Сіздермен де бөліспекшімін. Егер де видео пайдалы болса, каналға тіркеліп лайк басып, каналдың дамуына атсалыса отырайық. Рахмет сіздерге.